Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен кешкі шайға отбасыма атақты Наполеон десертін дайындадым. Және де сіздерге мүмкін рецептісі қызық болар деген ниетпен осы видеоны түсірген болатынмын. Жалпы айта кететін жайт, Түркияда Наполеон десертін көбісі біле бермейді. Дегенмен де мен осы өзім түрік отбасыма бұл десертті жиі дайындаймын. Сүйсініп жейді десем болады. Фаворит торттарымыздың бірі, және де мүмкін сіздерге қызық болар осы видео. Менімен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Қамырына бізге 2 толы стақан ұн, жарты стақан мұздай су, және де 2 жұмыртқаның сарысы, 200 грамм сары май, қасықтың ұшында тұз, және де 1 ас қасық лимон шырыны қажет. Алдымен ұнымызға тұзымызды қосып, үстіне осы теркамен майымызды теркадан өткізетін боламыз. Май міндетті түрде салқын болуы қажет. Яғни тоңазытқыштан шыққан май бұл. Кішкене қаттылау болған соң осылай өте қолайлы болады. Теркадан өткізген және ара-тұра ұнмен сеуіп тұрыңыздар, теркаға жабысып қалмауы үшін. Содан соң қолымызбен кішкене араластырамыз. Осы тұз, май және ұн біркелкі болып араласу үшін. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысын қостым, лимон шырынын қостым және суымды қосып, енді жақсылап араластырамын. Араластырған кезде қатты күш қуатын берудің қажеті жоқ. Жай ғана байыппен араластырамыз. Осы қамырымыз бірігу қажет. Оны жаңағы біркелкі масса болып шығу қажет. Өте көп илемейміз, өйткені көп илесеңіздер, мына суық майымыз қолдың ыстығымен еріп кетуі мүмкін. Ол кезде бізге қажетті мына қатпарлы қамыр шықпайды қалуы мүмкін. Сол үшін көп қолымызбен илемейміз, жай ғана біріктіріп, осылайша целлофанмен жауып, тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта 30 минут тұрған уақытта біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 мл сүт, 3 толы ас қасық ұн, 2 жұмыртқа, мынау қамырдан қалған 2 жұмыртқаның ағы, оны да қосып жібереміз. Және де 1 пакетик ванилин. Менде ванилин мында 5 граммдық кішігірім пакетик. Және де 2 толы ас қасық сары май. Және де 6 толы ас қасық қант қажет. Сонымен бастаймыз. Осындай ыдысымызға алдымен сүтіміздің жартысын құямыз. Және де ұнымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ұнымыз түйіршіктері қалмау керек ұнның. Ұн толықтай осы сүттің ішінде еріп, осылайша түйіршіксіз болу қажет. Ендігі кезекте қантымызды қосамыз. Жұмыртқамыздың ағы, жұмыртқаларымыз және де сүтімізді қосып, тағы да венчикпен біркелкі масса болу үшін бір араластырып аламыз да, содан соң газымызге қоямыз. Газдағы оттың дәрежесі орташа болу қажет. Орташа отта қазір мінекей біздің заварной кремімізді пісіреміз. Ол үшін мына венчикті араластырып тұру қажет. Сол кезде ол асты жабысып қалмайтын болады. Қайта-қайта араластырып тұрып, осы креміміздің қайнай бастаған күтеміз. Мінекей қайнай бастаған кезде оттың дәрежесін азайтып, ең төменгісіне отты азайтамыз да, тағы 1-2 минут уақыт піседі крем. 2 минуттан кейін мінекей алдым кремді, үстіне ванилинді қостым, 2 қасық сары майымды қостым да, мына сары майымыз ергенге дейін тағы да венчикпен жақсылап тұрып араластырамын. Сары майымыз ерді деген кезде үстіне жаңағыдай мындай пленкамен де целлофановый осыны жауып в контакт жаптым. Сол кезде мына креміміздің беткі жағы қатып қалмайтын болады. Және де ендігі уақытта креміміз суып жатыр. Енді осы қамырымды шығардым. 30 минут уақыт өтті. Тоңазытқыштан шығардым қамырымды. Және де 4 бөлікке бөлдім. Және бір бөлігін қазір
осылайша жаятын боламын. Қалған бөліктерін тоңазытқышқа қайтадан салып қойдым. Суық тұру қажет. Енді осы қамырдың бір бөлігін оқтаумен жаятын боламын. Жайған кезде кішкенеден ұн сеуіп тұрсаңыз болады, қамыр жабыспау үшін. Және де шамамен қамырдың қалыңдығы менде 1,5-2 мм. Видеоның басында көргендеріңіздей, менің Наполеон тортымның формасы тік төртбұрышты. Сондықтан да сондай тік төртбұрышты корждарды пісіру үшін осындай тіп картонды қиып алдым. Мына картонның ұзындығы 24 см, ені 8 см. Осылайша кез келген картонды қиып алсаңыздар болады. Және де көріп отырғандарыңыздай, осылайша картонның формасымен кесемін. Сәл ғана сыртына шығарып тұрып кесемін. Өйткені қамыр піскен кезде кішкене кішірейеді, сол үшін сәл ғана сыртынан шығарып тұрып кесіп алдым. Ал егер тік төртбұрышты емес, дөңгелек классикалық формада пісірем десеңіз, кез келген тәрелкені алып, кішкене үлкендеу тәрелкені алуыңыз қажет. Сонымен сыртынан басып тұрып, сыртынан кесіп алсаңыз болады дөңгелек қылып. Ал мен осыны тік төртбұрышты болғандықтан осылайша пісіремін. Және де 200 градусқа дейін қызып тұрған пеште шамамен 3-4 минут уақыт піседі. Ал мына корждың қалған жандарындағы мынандай қамырларын лақтырмаймын, оларды да соңында пісіріп алатын боламын. Және де осы торттың жанына әсемдеу үшін қолданатын боламын. Және де қамырым тағы бір бөлігін тоңазытқыштан алып шығып жайдым. Оны дәл солай кесіп алып жатырмын. Менде мінекей 8 штук корж пісіп шықты. Және де корждан қалған қамырларды пісіріп алдым. Оны әсемдеуде қолданамын. Және де көріп отырғандарыңыздай, корж бізде слоеный тесто дейді ғой, қатпарлы жаңағы қамыр. Өте керемет, нағыз классикалық, осы Наполеонның нағыз классикалық корждары пісіп шықты. Және де оны жинайтын боламыз. Ең алдымен астына осы табаққа кішкене крем жақтым. Сол кезде корждарымызды жинаған кезде жылжып кетпейтін болады. Әрбір коржды қоя отырып, үстіне шамамен 3-4 қасық крем саламыз. Және де қасықпен немесе шпательмен жаңағыдай жайып, коржға үстіне біркелкі жая отырып, әрбір коржды жинайтын боламын. Ең соңғы коржды қойған кезде осы тортымыз түзу болып шығу үшін үстінен басып қоюға қажет. Ондай қатты емес, енді кішкене ғана басып қоясыздар. Содан соң қайтадан соңғы слой кремімізді жағып, ендігі кезекте пышақ немесе мынадай шпательмен осы кремімізді түзулетіп жағып шығамыз. Тортымыздың барлық қабырғаларына, үстіңгі жағына. Ендігі кезекте бір таза пакет алып, ішіне мына корждан қалған бөліктерін салып, қолмен басып үгітіп алдым. Өте қолайлы үгітіледі. Кішкене үлкен бөліктері көрініп тұру қажет, қатты үгітудің қажеті жоқ. Және де сіз көргендеріңіздей мен тортымның ең үстіңгі жағын шоколадпен әсемдедім. Ондай әсемдеу үшін менде мында бір толы шай қасық сары май, соны ертіп алдым да, үстіне мінекей шамамен 30 грамм сүтті шоколадты салдым. Және оттың астын бірден өшірдім де, осы ыстық майдың ішінде шоколадымыз ериді. Жалпы айта кететін жайт, егер де шоколадпен әсемдегіңіз келмесе, жай ғана осы жаңағыдай үгілген корждың бөліктерімен әсемдесеңіздер де болады. Ал мендегі мына шоколадты осындай кондитерлік қапқа салдым. Ұшын кішкене ғана кестім де, осындай ою өрнек жасадым. Енді кезекте сыртына мына корждарымның үгіндісін осылайша жабыстырып шықтым қолмен. Айтып өткендей, жоғарғы жағын шоколадпен әсемдемесеңіз, осы үгіндісін де
қоссаңыз болады үстіңгі жағына толығымен. Бұл Наполеон тортын дайындағаннан кейін кем дегенде 4 сағат уақыт күту керек. Сол кезде торттың кремі жаңағы қамырына сіңіп өте керемет болып өз-өзіне келеді. Яғни кем дегенде 4 сағат, немесе мүмкіндік болса 1 күннен кейін, тіпті 2 күннен кейін жесеңіз дәмі енді супер болады. Жаңағы әрбір слой қалай пісіп шықты, соны сізге жақсылап көрсетейін. Мінекей жеп бастадым, қамыры деген енді керемет болып пісіп шыққан. Крем деген сіңіп 4-5 сағаттың ішінде керемет болып пісті. Мінекей. Мінекей менің видеом соңына келіп жетті. Сіздерге менің рецептім ұнады деген ниеттемін. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Міндетті түрде отбасыңызға осындай керемет тортты шайға дайындап беріңіздер. Соны кеңес беремін. Және де сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.